Қадірменді тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік бағдарламасы. Студиямыздың қонағын тағы да естеріңізге салып өтейін. Тіл маманы Анар Мұратқызы. Анар ханым, олай болса сауалға көшсек бірден. Бүгінгі сауалымыз дайындықты ауызша сөз ерекшеліктері. Дайындықты ауызша сөз туралы біраз біздің бағдарламаның тыңдармандары түсініп қалса керек. Дегенмен де тоқталып өтейік. Ауызша сөз туралы біз алдыңғы біздің бағдарламада айтып кеттік. Енді ауызша сөздің оның дайындықты, дайындықсыз формалары болатын туралы да ол кісілер хабардар. Ал сондағы дайындықты ауызша сөз дегенде бұл анағұрлым дайындықсызға қарағанда сөзін жүйелі түрде айтатын ауызша сөйлеудің формасы. Яғни сөзінің басы болады, ортасы болады, негізгі ақпарат берілетін, сосын қорытынды аяғы болады. Дайындықты ауызша сөздегі мына сөзді қарайтын болсақ, және ол біздің тіліміздің әдеби нормасына сәйкес жасалады. Сөйлемдері неғұрлым толық конструкцияда болады. Қысқарып қалған немесе ортасынан сығымдап алып тастап сөйлемнің басы мен аяғын қоса салып бере салған бір эллипстік дейді, енді эллипстік мынандай сығымдалған конструкциялар болмайды. Дайындықты сөйлеудің осындай ерекшеліктер бар. Енді осы дайындықты ауызша сөз қай жерде жүзеге асады деген сауал туындауы мүмкін, сұрақ туындауы мүмкін. Ол ең алдымен ресми қарым-қатынаста көрінетін стильдерде жүзеге асады. Біз оларды кітаби стильдер деп те айтаймыз. Кітаби стильдерге 4 түрлі стиль жатады. Ғылыми стиль, көркем әдебиет стилі, публицистикалық стиль, ресми қағаздар стилі деген. Міне осы стильдердегі сіздің ауызша шыққан сөзіңіздің көбі дайындықты ауызша сөзге жатады. Неге көбі деп отырмын? Өйткені осы стильде ауызша түрде жүзеге асатын коммуникацияда кейде сіз дайындықсыз сөйлеуіңіз де мүмкін. Солай емес пе? Аяқ астынан бір болған жағдаятта сізге аяқ астынан сұрақ қойыла қалса, сіз мүлдем ол жағдаяттың болатынын білмей келсеңіз, сондай коммуникацияға түскен кезде сіздің сөзіңіз дайындықсыз сөз болып саналады. Сондықтан дайындықсыз сөз бен дайындықты сөздің айырмашылығы осыдан келіп туады. Дайындықсыз сөзде әртүрлі еркіндіктерге жол беріледі, тіпті сол ресми қатынастың өзінде болса да. Ал бейресми қатынастағы дайындықсыз сөз тіпті еркін ол. Ол жерде адам не айтам десе де өзі біледі. Өйткені бейресми қатынаста көбіне коммуникация өте жылы жағдаяттарда жүзеге асады. Яғни сіздің тыңдарманыңыз немесе сіздің сөйлесіп тұрған адамыңыз сіз жақсы білуі мүмкін, сосын сіз еркінсіп, оған қалай сөйлесеңіз де өзіңіз білесіз. Енді еркінсімейтін де жағдайлар болады, әсіресе мынау үлкен кісілермен сөйлескенде, мысалы қазақи ортада. Ондай да кездер болады. Ондай кезде де дайындықсыз сөз бәрібірде білініп тұрады. Иә. Енді осы айтылғандарға қатысты бір мысал келтіре кетсеңіз. Енді мысалы дайындықты ауызша сөзге баяндамашының конференцияларда жасаған баяндамасын келтіруге болады. Немесе теледидардан журналистердің ауызша жеткізіп тұрған жаңалықтардағы хабарының сөзін, маңыздылығын, сөзін дайындықты ауызша сөз ретінде мысалы келтіреді. Немесе радио журналистің қандай да бір оқиға туралы алдын ала дайындалып қойған мәтінді, немесе оқиға туралы болсын, тақырыпқа қатысты мәтінді оқығандағы сөзін дайындықты ауызша сөзге жатқызамыз. Егер мысалы тікелей эфирде қандай да бір мәселе талқыланып жатса, теледидарда мысалы біздің жақсы көретін сондай шоу бағдарламамыз айтуға оңай дегенді алсақ, мысалы айтуға оңайдың журналисті мен оған келген қонағының арасындағы сөз қалай ойлайсыз? Дайындықты ауызша сөз ба, жоқ дайындықсыз ауызша сөз ба? Дайындықсыз ауызша сөз. Ол жердегі журналист аяқ астынан сұрақ қойып қалуы мүмкін, ал келіп отырған қонақ оған тосыннан сол жерде жауап береді. Сондықтан ол жерде әртүрлі дайындықты сөзге қарағанда оның құрылымы ерекше болады. Ол жерде әртүрлі еркіндіктерге жол беріледі. Тіпті ол жерде мимика, жест дедік, қимыл, ишараттар қосылып кетіп, мағынаны сол да бере салуы мүмкін. Өзі жалпы көпшілік аудиторияға арналған шоудың өзі сонысымен қызықты ғой. Дайындықсыз келгенімен қызықты. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған.
Алматы қаласы, 2015 жыл.